Логотерапия. Логотерапия деген не? Қайдан шықты? Нені білдіреді? Шыны керек, көбі оны логопедпен шатастырады. Бұл ілімнің негізін қалаушы Виктор Франкл бұл сөзді бірінші рет тың мағынада қолданған. Ол гректің логос сөзін мән деген мағынада алған. Қазақша хикмет ілімі дейміз, ал терапия ем дегенді білдіреді. Екеуі мән мен емдеу немесе хикмет шипасы деген мағынаны береді. Бұл еңбек әу баста суицид кеселіне қарсы жазылған, бірақ оны суицид сөзі сирек кездеседі. Себебі Франкл оны сирек қолданған. Ол аурумен емес, оны тудырушы вирусты жоюмен шұғылданған. Шындығында бәленің бәрі түпкі негіздің тоқырауынан шығады. Франкл оны рухани болмыс деп таныды. Ол вирусқа экзистенция вакуума деген атау берді. Ол жайлы толық баяндалды. Рухани болмысты психология тілімен адамның ноологикалық қабаты дейді. Ноос көне грек тілінде ақыл немесе рух деген сөз. Ал логос ілімі мағынасында сонда қазақшасы рух ілімі немесе рухани ілім. Бұл адамға тән қасиеттердің жинақталған қабатын зерттейтін ғылым. Франкл адамды үшке бөлген. Пенденің кірпіш тәнін соматикалық дене дейді. Шартты және шартсыз рефлекс пен импульстердің шайқасын аймақты психофизикалық қабат деп алды. Үшіншісін ноологикалық болмыс деп бекітті. Ол пенденің адам болуы немесе бордай тозуы ноологикалық өзекке тәуелді. Өзектегі осы дерт кетпейінше адам невроз халінен құтыла алмайды деп түйді. Бұл терминді таңдаған да қызық. Франкл жан, ақыл, рухтың мағынасын беретін спирит сөзін қолданғысы келмеген. Себебі, дейді ол, бұл сөз көбіне діни реңге ие боп кетті. Спирит десе көзге дін адамы елестейді. Ілімді академиялық ортаға әкелу үшін ноос сөзін әдейі таңдадым. Расымен де солай. Осы терминді рухани ілім деп қазақша қолдансақ, діни лидерлер елестеп, ілімнің академиялық форматы көмескі тартады. Сондықтан ұғымды ортақ терминмен атауға мәжбүрміз. Рухани ілімнің аясын кеңіту үшін академиктар классикалық атауларды қолданбайды. Мысалы, Шәкәрім қажының дін ғалымын ар ілімі деп атағаны сияқты. Қажы атамызда Құранды теріс оқитын дүмшелер дінді бұлғап біткен соң амалдың жоғынан басқа атау іздеген. Діннің басты міндеті арды оятып, жүрек көзін ашу емес пе? Рухани қасиеттерді танумен шұғылданған білімпаздар ықылым заманнан бар. Сол ізденіс келе-келе 19 ғасырдың аяғында экзистенция атауымен түрлі салаға бөлініп, бөлек ғылым болып кетті. Экзистенция философиясы, экзистенция психологиясы, экзистенция анализі деп кете берді. Оларды қалыптастырып, таратушы ғалымдардың аты жөніне, шығу тарихына тоқталмаймыз. Түсінікті болу үшін экзистенция сөзін ашықтай кетеміз. Бұл латынның көне existere сөзінен шығады. Мағынасы даралану, бөліну, көзге түсу, пайда болу, іргелену деген. Яғни, адамды іштен өзгертетін қасиеттер жиынтығы, мысалы, ел ішінде қарапайым бір адам тіршілік кешеді. Ол көптің бірі. Ешкім елеп ескермейді. Бір күні ол күрт өзгереді. Мінез құлқы, дүние танымы, іс-әрекеті, қарым-қатынасы 180 градусқа ауысады. Сырттан қарасаң ештеңе көрінбейді. Сол баяғы адам. Ішкен жегені, барған жері, араласқан ортасы сол күйі. Бірақ көз алдында түлеп жатыр. Шындығында оның өзі емес, ойы ғана өзгерді. Ой пікірі тіршілігін түрлендірді. Міне осы кезде тобырда көрінбей жүрген
пенде дереу дараланып тұлғаланады. Кесек-кесек сөздерімен, ізгі істерімен, ақылы шешімдерімен іргеленіп шығады. Осы өзгеріп, қалыптанып жатқан тіршіліктің экзистенция дейді. Адам толық қалыптанып, жасалып біткен болмыс емес, соңғы демі үзілгенше тіршілігі түрлене береді. Мысалы, бір сиыр сатып алып, сауып ішіп отырсыз делік. Оның экзистенциясына бас қатырмайсыз. Малдың ішіп жемі мен жылы қорасына ғана алаңдайсыз. Тамағы тоқ, қорасы жылы болса болды, проблема жоқ. Сиыр өлсе, тура сондай басқасын сатып аласыз. Онда да ештеңе өзгермейді. Алдыңғы сиырға жасаған жайлы жағдайды жаңасына да жасап бейқам жүресіз. Ал бірнеше балалы болсаңыз, талай феноменге куә боласыз. Адамда туғаннан толып тұратын экзистенциялық қасиеттер пендені өмір алаңында шыр көбелек айландырады. Баланың барлық проблемасын шешіп, алтын табақпен ас тартсаң да, бұл дүниеге сыймай айналасын ала тайдай бүлдіре береді. Өмірін сүріп біткенше мұң құбылады. Неше балаңыз болса, сонша экзистенция көресіз. Бір-біріне ұқсамайды. Біреуіне берген тәрбиені екіншісіне сол күйінде қолдана алмайсыз. Әр бала әр тарапта ізденеді. Кімнің қай күні, қай жерге күні тоқтарын ешкім ілкіден айта алмайды. Неге? Себебі экзистенциялық сұрақтар қыспаққа алып, жасы есейген сайын құлбыраудан тарылта түсті. Қартайған сайын не істеп жүрмін? Бұл дүниеге қайдан келдім? Ақырет шынымен бар ма? Өлім деген не? Өлген соң өмір бар ма? Бізді Құдай жаратты ма? Жаратса менен не тілейді? Ар-ұят деген не? Тағдыр деген не? Өмірімді өзім жасаймын ба? Әлде Тәңірдің қалауымен еріксіз дөңгелеп жүрмін бе? Ерік қалауым бар ма? Жоқ па? Тағдырымды өзгерте аламын ба? Әлде түрлі себепке жеделіктеп жүре беремін бе? Жауапкершілік деген не? Не үшін жауаптымын? Кімнің алдында жауаптымын? Деген сұрақтар ішкі әлемнен шұбатылып шыға береді. Франклдың тілімен айтқанда, адам дүниеге келгенде кім екенін толық көрсетпейді. Бірақ міндеті кім екенін көрсету. Тағдыр мен тіршілік осылардың жауабына тәуелді. Жауап бермесе, адам тағдырдан жеңіледі. Осы тұста бір жайтты ескеру керек. Адам экзистенция сұрақтарына бас ауыртса, міндетті түрде бақытты өмір сүреді деу қате. Жауабын таппаса, нигилизмге ұрынуы демде. Оған ұрынған соң кие санап, төбесіне тұтатын бірде-бір құндылығы қалмайды. Өмірге құштар қылатын хикмет атаулы ғайып болады. Сол кезде адам депрессияға ұрынады. Бұл құздан құлаудың аз-ақ алдында тұр деген белгі. Экзистенция сұрақтарына жауап бермей тайқып кетсе, ішкілікке салынып, мастыққа жұтылуы мүмкін. Немесе қартайғанда бала сияқты сауық сайранға құмар болады. Мұндай позиция басын құмға тығып тұра қалатын түйеқұстың күлкілі кейпін еске салады. Экзистенция анализі осы тұста айқындалады. Психотерапевт пациентті емдегенде осы қасиеттерін есепке алады. Жоғарғыдағы сұрақтарға қай деңгейде жауап берді? Өмірін өзгерту үшін қай қасиетіне табан тіреді? Жауабына сай көмек қолын созады. Осыдан кейін логотерапияның міндеті айқындалады. Ол оптимистік бағытта қозғалады. Экзистенцияның барлық сұрағына позитивті жауап береді. Көңілдегі түйткіл мен түйін тарқатылған сайын суицид алыстайды. Суицидті тоқтатқысы келгендер экзистенция сұрағымен жекпе-жек шығудан қорықпасын. Өзін-өзі таныған адам жаратушы Тәңірінде таниды деген көне тәмсіл бар. Енді осыны оңайлатып,
былай да беруге болады. Кім экзистенциялық қасиетін танып, дамытып, машықтанса, жаратушы иесін де тезірек таниды. Жоғарғыда сауын сиырды мысалға келтірдік. Адамға мал сияқты қырауға болмайды. Экзистенция талауына түсіп, жер көкке сыймай аласырып жүрген жанға үйің бар, әйелің бар, жұмысың бар, көлігің бар. Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда, онсыз да той да сенікі, тон да сенікі, саған не жетпейді деп ұрсудың пайдасы жоқ. Ілімнен бейхабар пенде маған мән жетіспейді, хикмет жетіспейді дей алмайды. Себебі көзін тырнап ашқалы, қарның тоқ болса, баспанаң бар болса, дипломың қолыңа тисе, басың аман, бауырың бүтін болса, ғұмыр кешуге сол да жетіп жатыр. Сондықтан сабақты жақсы оқып, жақсы жұмысқа тұр деген құрғақ ақылды ғана естиміз. Ал мән, хикмет деген сөзді естімеген болуы да мүмкін. Себебі СССР 70 жыл билік құрғанда коммунистер мен большевиктер мұндай дүниетанымды жадынан өшірген. Адамға зат деп қарайтын ілімді редукционизм деп атайды. Редукционистер адамды ұлықтамайды, керісінше ұсақ етіп, кішірейтіп көрсетеді. Адамның 18 мың ғаламда рөлі жоқ. Құдайдың халифасы деген өтірік. Ол әрі кетсе компьютердің ар жақ бер жағындағы жанды мақұлық. Ар ұят деген жоқ. Ол тәрбиеден қалыптасқан шартты рефлекстердің бір түрі. Болмасқа басыңды қатырмай, оралыңның барында ойна да күл деп рақаттану принципін айламен таң атады. Виктор Франклдың логотерапияны бөлек ғылым етіп қалыптастыруына да осы ілім түрткі болған. Оқиға былай басталған.